Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Дәл қазір мен сізге 15 сәуірдегі Каспий переводтар жайлы Қаржы министрлігінің бұйрығы туралы толық ақпараттармен бөлісетін боламын. Осы 15 сәуірден бастап Қаржы министрлігі мен налоговый комитет Қазақстан Республикасында тұрып жүрген және Каспий переводтарымен қолданатын адамдардың шоттарын тексеретін болады деп айтылған. Бірақ бұл Қаржы министрлігінің бұйрығында қандай адамдарды тексеріп бастайды және қай уақыттан бастап тексереді деген сұрақтар туындайды. Ол дегеніміз, налоговый комитет ойына келген әрбір адамды ұстап алып тексере бермейді. Қаржы министрлігінің бұйрығына байланысты 2022 жылдың 15 сәуірден бастап тек мемлекеттік органдарда жұмыс жасайтын адамдардың және олардың жұбайларының переводтарын тексереді деген сөз. Ол дегеніміз, осы мемлекетке жұмыс жасап, әйелдеріне бизнес ашып алғандар бар ма, жоқ па, соларды тексеретін болады. Келесі саты бұл бюджетниктерді тексеру 2023 жылдың 1 қаңтардан бастап тексеріледі. Бюджетниктер дегеніміз мұғалімдерді, врачтарды және олардың жұбайларын шоттарын тексеретін болады. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ИП мен жұмыс жасайтын кәсіпкерлерді, ТО-лардың директорлары және олардың жұбайларының шоттарын тексеретін болады. Бір сөзбен, бизнесте жүрген адамдардың жеке шоттарының барлығын тексереді. Ал 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап толық барлығын тексеретін болады. Ол дегеніміз таксовать ететін, базарда жұмыс жасайтын, полный барлығын тексеретін болады. Егер де сіздердің жеке шоттарыңызға қатар 3 айдың ішінде әртүрлі адамдардан 100-ге жуық переводтармен ақша түсетін болса, сізді заңсыз бизнесмен деп танулары ықтимал. Сізді заңсыз бизнесмен деп таныған кезде сізді налоговыйға шақырып толық сұрақтар қояды. Допрос болады, бір сөзбен айтқанда. Егер де заңсыз бизнес істеп жүргеніңіз дәлелденсе, сізге штрафта салынады. Өздеріңіз білесіздер, арест, штраф дегендер именно керек емес уақыттарында шығатындарын. Сол үшін заңды түрде жұмыс жасаңыздар. Кейін мынандай сұрақтар келіп жатыр. Туыстарынан түскен ақшалар ше деп. Достар, достардан переводтар түсетін болса, ол ештеңе етпейді. Сіз ол ақшаларды достарыңыздан или туысқандарыңыздан түскенін дәлелдей аласыздар. Бірақ достарыңыздан ай сайын ақшалар түсетін болса, әрине мемлекет тексереді. Досыңыз қарыз ба, немесе досымен бірге бизнес істеп жүр ма дегендей күдіктер туып тексерістер жүргізілуі мүмкін. Егер де достар, сіздер бизнестеріңізді заңдастырғыларыңыз келеді, бірақ ақшаларының барлығын Каспийға қабылдаған ыңғайлы болса, қазіргі кезде онлайн кассалар бар, фискалды чекті ұрып беретін. Телефонға Каспийдің приложениясы сияқты жүктеп аласыздар, сосын сол арқылы Каспийға клиенттен түскен ақшаларыңыз болса, сол телефон арқылы чек ұрасыз. Ол чек автомат түрде налоговый комитеттерге барады да, сізге қарсы налоговыйларда ешқандай сұрақтар туындамайды. Ал кім мемлекеттік органдарда жұмыс жасайды және сіздердің аттарыңызда немесе жұбайларыңыздың аттарыңызда бизнес тұрмауы керек болса, басқа туысқандарыңыздың немесе достарыңыздың аттарына бизнестеріңізді ауыстырыңыздар. Сонымен достар, біздің видеомыз өзінің мәресіне жетті. Менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, менің YouTube каналыма, Instagram және TikTok парақшама тіркеліңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.